Бос бесік тебетуге болмайды. Әже, неге бос бесікті тебетуге болмайды? Қызым, бесік тебетуге болмайды. Балапаным, ұйқың келген болар сенің. Сені әжеңе берейін, ал мен болсам үйімнің тірлігін жасайын. Баламызды бесікке бөлейік. Мамаң әрекет жұмыстарын жасай берсін. Неге баланы бесікке бөлесін не істеу керекпіз? Ал қызым, бірінші бесікті аластап алайық, тіл көзден, жын шайтаннан. Қызым, енді айнасын саламыз, тарағын саламыз, қанжарын саламыз. Әже, неге бұл заттарды салу керек? Айнасы әсем болсын деп қарасын дейміз, шашын қарасын дейміз, қанжарын батыр жігіт азамат болып өссін дейміз. Біз енді баламызды бесікке салып бөлейміз. Бөпеміз әлдете тоқтатайық. Елді ақ бөпем, ақ бесікке жақ бөпем. Жылама, балам, жылама, жылаған мен бол. Бесікке салу рәсімі ата-бабамыздан келе жатқан салт дәстүр. Бесікке салудағы себебіміз баламыз тыныш ұйықтасын деп таза әрі жылы жатады. Сондықтан бесікке салып баланы әлдилейміз.